30 миллионның үйін есептеп беріңізші дейді. Сәлеметсіз бе? Бұл сұрақ 30-70 деген бағдарламамен келген. Қараңыз, алғашқы жарнаңыз 30 миллион теңгенің үйін алатын болсаңыз 9 миллионды құрайды. Ал ай сайынғы төлеміңіз 210 мың теңгенің көлемінде болады. Жалпы сіздің ипотеканың мерзімі шамамен 12 жылдай болады. Ал үстінен төлейтін төлемақыңыз ол 9 миллион 407 теңгені құрайды. Сондықтан ескере өтіңіз, 30-70-пен алу үшін ОП-ңіз 7 болу керек. Ол деген сөз, егерде сіз осы уақытқа дейін жинамай келе жатқан болсаңыз, 30%-іңізді саласыз, және де 14 ай күтесіз. Сосын барып сіздің депозитіңіз піседі, яғни ОП 7-ге толады, және де сіз үйді рәсімдей аласыз, табысты растап, міндетті түрде. Және тағы да бір ескере өтетін жайт, ол 30-70-пен тек қана біздің банкпен, отбасы банкпен келісім шартқа тұрған үйлерден ғана ала аласыз. Кез келген өзіңізге ұнап тұрған көшенің бойындағы үйді ала алмайсыздар. Сондықтан осы шарттардың барлығын орындайтын болсаңыз, үйді міндетті түрде аласыз. Маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.